Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін зебра пирогын дайындайтын боламын. Дәмі аузда еритін, өте дәмді болып шығатын және көтеріліп шығатын, бір жасағаннан өте керемет болып шығатын бұл пирогтың рецебін қазір осы видеодан көре аласыздар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк қойып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер және арнаға тіркеліңіздер. Жасауды бастайық. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз және үстіне қантты қосып, венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң үстіне сүтті құйып тағы да араластырамыз. Араластырғаннан соң үстіне күнбағыс майын қосу керек және де тағы да араластыру керек. Келесі ингредиенттеріміз ұн және де сода, екеуін араластырып, електен өткізіп, осылай саламыз. 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Електен өткізген өте жақсы, себебі оның іші жақсы болып шығады және көтеріліп шығады. Осылай салғаннан соң түйіршіктер қалмайтындай етіп араластыру керек. Міне осындай болу керек сұйықтығы. Және осы біздің қамырымызда ешқандай түйіршік болмауы қажет. Оның барлығы толықтай араласу керек. Достар, осындай сұйықтықта болу қажет. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Көз мөлшерімен бөлуге болады, немесе таразымен бөлсек болады. Себебі екеуі тепе-тең болу керек. Мен осылай көз мөлшерімен бөле салдым. Және тепе-тең қылып бөлген жақсы, себебі екеуі де бірдей болады. Және ешқандай артық қамыр қалып қоймайды. Және бір бөлігіне какао қосамыз. Және сол кезде ол қара түсті болады. Сосын қара түсті болғаннан соң екеуін кезек-кезек формаға құйып, біз солай зебраның жолақтарын жасаймыз. Міне осылай форманы дайындап аламыз. Міндетті түрде пергаментті төсеу керек астына. Пергаментке май жағып қажет емес, себебі ол жабыспайды. Және ақ түсті қамырдан бастап сала береміз. 2 немесе 1 ас қасықтан ас қасықты толтырып салу қажет. Және екеуіне 2 бөлек ас қасық арнау керек. Сол кезде екеуі араласып кетпейді. Араласып кетсе, онда түстері өзгеше болып кетеді және араласпау қажет. Достар, осылай салып отырамыз. Сол кезде жолақтар өздігінен пайда болады. Және әсемдік үшін осылай өрнектер салып жіберуге болады. Мысалы, ағаш таяқшаның көмегімен осылай түзу сызықтар салсақ, өте әдемі үйлеседі.
достар, негізінде өз қалауларыңызша өрнектерді салсаңыздар болады. Және де осы біз пирогымызды 180 градуста 45 минут пеште пісіретін боламыз. Әркімнің пеші негізінде әртүрлі, сондықтан градусын төмен қылып қоюға да болады. Мысалы 150 градуста да пісіруге болады. Сол кезде толықтай піседі. Мысалы мен өзім 180 градусқа қоямын. Достар, осылай пирог піскеннен соң оны формасынан босатамыз. Алдымен жандарын пышақпен кесіп шығамыз, және де сол кезде біздің ажатуымыз оңай болады. Және содан соң пергаменттен ажатамыз. Енді достар, осымен біздің пирог дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк қойып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және оның осы зебра торттың беті осылай тесік болып шықты, және де көтеріліп шықты. Өте дәмді болып шығады, жасауға кеңес беремін.